Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай 15 минутта дайын болатын ашытқысыз шелпектің рецебімен бөлісемін. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Рецеп ұнаса видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа. Бұл шелпекті дайындау үшін бізге ең алдымен 200 грамм сүтке 2 жұмыртқа салып, үстіне 2 ас қасық қант және жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Ұнды шетінен сала отырып, осындай жұмсақтау қамыр илейміз. Қамырды 10 минутқа тындыруға қойып, осылай дөңгелектеп кесіп шығамыз. Менде барлығы 14 дана шелпек шықты. Осындай қалыңдықта жайып, алдын ала қызып тұрған майда бір жағын 10 секундтай пісіріп аламыз. Май қатты қызып тұрмаса, шелпектер майды сіңіріп алады. Шелпекті қасықпен айналдыра отырып, екі жағын 10-11 секундтай пісіріп аламыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ осындай шелпегіміз дайын. Міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда осы шелпекпен қатар көптеген торттардың, выпечкалардың, түрлі салаттардың рецептері бар. Алдағы уақытта шығатын жеңіл рецептерді өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа.